Баршаңызға сәлем, сіздермен Жансая. Бүгін сосиска в тесте жасаймыз. Ең алдымен жылы сүтке қант қосамыз, тұз қосамыз, дрожжи қосып араластырып, артынан сұйық майымызды қосып араластырып, ұнымызды салып, қолға жабыспайтындай қамыр илеп дайындап аламыз. Дайын болған қамырдан бетіне май жағып, ашытуға 1 сағатқа қойып қоямыз. Менің қамырым 1 сағатта осындай әдемі болып көтерілді. Енді орнымызды майлап, қамырымызды бөліктерге бөліп аламыз. Менің қамырымнан 12 бөлік нан шықты, содан енді жасайтын боламыз. Енді қамырымызды осылай қолымызбен жайып аламыз. Ортасына шұжықты салып, екі шетінен осылай бір келкі бөліктерге бөліп шығамыз. Енді сол бөліп қойған бөліктерді бір-біріне осылай жауып, әдемілеп өріп шығатын боламыз. Осылай барлығын өріп аласыздар. Осылай өріп, сондай әдемі шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өріп болған соң противенге салып, 10 минутқа қойып қоясыздар. Кішкене көтеріледі. 10 минуттан кейін жұмыртқа жағып, күнжутын сеуіп, 180 градуста 30 минут пісіруге жібереміз. Мінекей осындай әдемі болып пісіп шықты. Қараңыздар, қандай үлпілдек, жұмсақ, әп-әдемі. Сондай ерекше, сондай керемет болып шықты. Міндетті түрде сіздер де осылай жасап көріңіздер, ерекшеленіп, осылай мен сияқты өріп жасап ұсыныңыздар. Өте әдемі сондай болып шығады. Каналыма тіркеліп, лайк басып отырыңыздар.